Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Жаңа челленджіміздің жаңа аптасы, үшінші аптасының қорытынды видеосына қош келдіңіздер. Бұйырса, осы видеомызда челленджіміздің үшінші аптасында нелер болды, қандай өзгерістер болды, қандай сделкалар болды, сол жайында толығымен барлық ақпараттарын айтып бөлісіп өтетін боламыз. Енді осы апта қазірден айтатын болсақ, аса қатты бір қызықты трейдинг жайында именно бір қатты өзгерістер болған апта болмады. Әрине себебін фундаменталка жағы Трамп пен Израилдің өткен жалпы видеода осы өткен аптаның басында айтып кеткем. Трамп пен Иранның арасындағы келіспеушілікке байланысты нарығымызда да нақты белгісіздеу, түсініксіздеу қозғалыстар болды. Сол себепті енді әрине бірақ ештеңе болмаған жоқ, бір-екі сделкалар болды. Қазір солармен бөлісіп, неліктен ашылғандығын барлығын айтып өтетін боламыз. Бұйырса олай болса, көп сөзбай сразу сделкамызға кіре берейік. Так, осы апта бізде экранда көріп тұрғандарыңыздай журналда енді өткен видеода мына жердегі мынау жаңағы тест жасап көрдім деген неден кейін азанда, сол күні азанда ішінде видеода естеріңізде болса, стоп лоссын жазып, мына 1% минус стоп кетті азанда ашылғандықтан деп қалдырып кеткен сделка болатын. Одан кейін мына жерде бізде мұнайдан және алтыннан екі сделка ашылды осы апта. Біреуі мұнайдан ашылған сделкамыз стоп лосспен кетті. Ол бізде мына жерде болатын, яғни дүйсенбі күні сол видео жасалған күні мынандай сделка болды. Өкінішке орай стоп лоссымызға тиіп, ары қарай тейк профитқа жетіп берді. Енді кіру себебі мына жерде астындағы маңызды кейзона деп айтам, жаңағы орвиннан баға реакция алып, плюс мына жерде қарасаңыздар, мына фитиль барлық мына жердегі ликвидті тазалағаннан кейін, фитильмен жабылғаннан кейін қайтадан келіп, осы фитильға тест жасаған кезде кірілген сделка ары қарай манипуляциясымен сәл төменге барып, сосын тейк профитқа, бірақ біздің алдымен стоп лоссты алып кетті. Енді бұған ешқандай қате болды деген сделкалар енді айта алмаймын, қателік қандай, но нарықтың кейде беріп тұратын манипуляциясы деп. Енді стоп лоссты может қате қойдың дейін, енді стоп лоссты бірақ мынадан басқа қоя алатын да жер сәл енді көре алған жоқпын. Сол себепті осы жерге не маңызды орбиннің астына қойылды. Негізі аса қатты бір стоп лоссымда қателік болды. Енді қателік көре алып тұрғанмын жоқ қысқасы. Так, ары қарай бұл сделкамыз стоп лосспен кетті. Мына жерде тағы көрсетіп кетейік, көріп тұрғандарыңыздай стоп лосспен 0,5%-бен кіргенбіз, бірақ жаңа өткен видеода айтқам еді, жалпы 0,5%-бен бұйырса толтырып аламыз деп. 0,5%-бен кетті. Алдында мына жерде қанша пайыз еді? 3,8 пайыз минус болып тұрған. Сонымен мына жердегісімен бір 4-ке жақын минус болған. 4-ке жақын минус, 4% минус болып тұрған. Сосын келесі сделкамызды алтыннан кеше, яғни апрельдің 2-сі күні сағат 18:10 Нью-Йорктың уақытында ашқанбыз. Лонг ашқан позициямыз бұл әлі жалғасуда. Қазір мына жерден көрсетіп кетейін қанша болып тұрғандығын. 1470 пайыз болып тұр. Бұл 1499 болып тұр. Негізі кеше ашқам, соның свапына комиссия деп айтады. Сделканы түнге қалдырған үшін бір $28 комиссиясы бар екен, swap fee деп айтады. Сол свапын алып тұр, ал қазіргі тұрған несі 1471, яғни 1,5 пайыз болып тұр. Общий шотымыз мына жерде 96 мың жаңағы 4%-ға жақын болып тұрған. Не істедік? 3,8% болып тұрған, мына жерде 1,5%-ды қосу арқылы қазір примерно қазіргі сделкамыз жабылатын болса, бұл сделкамыз жабылса, экранда көріп тұрғандарыңыздай бір 2,5-2,6%-ға дейін барады. 2,6% егер бұл сделкамыз тейкпен жабылатын болса, онда шотымыз қайтадан 98 мың, яғни бір 1,5% минус қалатын болады бұйырса. Осылай бұл сделкамыздың қазір ашылған нелерін көрсетем. Так, мына жерде бұл сделка не себепті ашылды? Алтыннан кешегі күні ашылған. Енді бұл бүгін бір түсініксіз жағдай болды. Нарықта азанда, мына жерде қарасаңыздар, MetaTraderде азанда сағат 7 кезінде нарық 1 сағатқа ашылды. Кеше негізі мынау аралықта қалып қалған болатын баға. Қазір мына мысалға 1 сағаттықпен қарайтын болсақ, 1 сағаттықпен қарасақ, кеше алтын мына жерде тоқтап жабылған. Бүгін азанда 7 кезінде сағат мына жаққа ашылды, бірақ 1 сағатта 2 сағаттай жұмыс жасады, қайтадан 5 years'та жабылып қалды. Ал бірақ MetaTrade'да әлі кешегімді жабылған жерінде сол қалпында сағат түнгі 1-де тұр. Бұл енді неге болғандығын өзімде түсінбедім. Негізі нарық бүгін бұл не демалыс болды. Но бірақ 5 years'та брокеріміз ашылып қозғалыс жасап, кеше түнде именно мына жерде тұрған кезде бір $700-дай, $800 болып тұрған. Бүгін азанда ашылып $1,800-ға дейін барып, сонымен қайтадан қайтып келіп, жаңа 1-2 сағаттың ішінде жабылып қалды. Енді негізі дүйсенбі ашылу керек, өйткені бүгін жұма күні. Инвестингта қазір көрсетіп кетейін. Бізде полный жаңалық, демалыс бүгін Америкада демалыс полный күн деп тұр. Сосын Лондонның сессиялары да, United Kingdom дейді, негізгі ақш мемлекеттерінде де барлығында да демалыс болып жатыр, но негізі дүйсенбі ашылу керек. Бірақ тоже бір түсініксіз нәрсе, Америкада демалыс, бірақ біздің маңызды жаңалықтан
жаңалықтарымыз нон-фарм және жұмыссыздық, уровень безработица немесе unemployment rate деп айтамыз. Осы жаңалықтар шығады деп көрсетіп тұр. Енді бұл демалыс күні шығатын жаңалық, сәл түсініксіздеу қалай болатыны нақты белгісіз болып тұр. Мүмкін демалыс күні нарық жабық кезде шығып, дүйсенбі күні нарық ашылғанда жаңағы кез келген бір жағына үлкен гәппен ашылу шансы өте жоғары болып тұр. Енді мына позициямды жауып үлгермедім, шыны керек. Бүгін нарық ашылғаннан кейін енді бүгін істейтін болар деп, енді 1-2 сағатта нарық жабылып қалады деген нәрсені енді қарапайым логикамен ойлап қиынырақ болды. Сол себепті нарық ары қарай жұмыс жасайтын шығар деген себеппен не істедік? Мына жақтан бару керек дегенмен жаңа күткен болатынбыз, бірақ нарық 2 сағаттан кейін жабылып қалды. Яғни Азияның ортасында жабылып қалды. Лондон, Франкфуртқа да жеткен жоқ. Азияның ортасы сағат 10 кездерінде жабылып қалды. Сол себепті жауып үлгермедік. Көреміз енді дүйсенбі күні. Бүгін ашылатын болса, бүгін ашылған жеріне барынша жауып тастауға тырысамыз. Ал ашылмай жататын болса, онда не істейміз? Онда амал жоқ, дүйсенбі күнге дейін күтеміз енді. Так, сосын бұл сделкаға ашылған себебі біріншіден менде мынау жерде фундаменталдық жағы өте жақсы не болды. Жалпы Трамптың осы өткен сол четверг күнгі, кешегі күнгі конференциясында айтқан заттары негізі жаңағы келісімге уже келе алмағандығын, жаңағы Хормузға байланысты енді бізде жасай алатын еш зат жоқ дегендіктен не істеді? Ары қарай жаңағы атакалар жасауымыз әбден мүмкін деген нәрсе айтқандықтан, енді ол соғыс болса білесіздер, алтын жалпы өсіп кете беретін нәрсе. Бірінші осы фундаменталдық жағы болды. Сол кезде азанда 6-да айтылған жаңа конференция болған, сол кезде қатты құлағанымен, бұл кездегі құлаған қозғалыс мына астындағы мына барлық ликвидтарды жинап берді. Плюс мына жерде бізде өте маңызды кей-зона деп айтам, жалпы уровень болған. Мына жерде қаншалықты маңызды мынау орбинға, ретест келмей кеткен орбинға, сол не арқылы ретест келді. Осыған ретест келген жерінен мен жаңа подтверждение күтіп істедім. Мына жерлерден сделкаға кірдім. Подтверждениені қай жерден алдым мен нақты кіруге? Так, 15 минуттық емес, менде 5 минуттықпен қарайтын болсақ, мына жерлерде мысалға, мына жерде импульс, мына жерде кішігірім коррекция, импульс болған. Яғни мына жердегі импульсті жоғарыға қарай структураны ауыстырғаннан кейін, осының коррекциясы асықпай OT зоналарына қарай келіп, OT зонасына келгеннен кейін де мына жердегі ликвидностьті жаңағы тазалап болғаннан кейін, кішкентай таймфреймдағы ликвидностьті алғаннан кейін, жаңағы қайтқан жерден откатынан осы жерден кірген болатынмын. Ары қарай жаңағы көргендеріңіздей 1,5% плюста тұр қазір. Енді ары қарай нәтижесі қалай болады, тоже көреміз. Кіру себебі подтверждениелерім осылар болды негізі. Енді жалпы алтынның үлкен таймфреймдарының барлығының структурасын қарасаңыздар, негізі жоғарыда апталықпен қарасаңыздар да жоғарыда апталықта тоже келесі бір ескеретін нәрсе, мына жердегі мысалы қарасаңыздар, именно мына қозғалысымыз мына өткен біздің бір алдыңғы аптаның қозғалысы мына астыңғы ликвидтардың барлығын тазалаған и доджи кандл деп айтамыз. Жаңа доджи свечаны негізі көбінде разворот беретін жерлерге жаңа пайда болатын свечендер. Әрине 100% ол бұндай свеча шыққан кезде разворот береді деген сөз емес. Просто біздің жаңағы жоғары кетеді деген бағытымызға қосымша бір кішігірім болсын өзінің подтверждениесін берген осындай свеча пайда болды. Сосын келесі күндік таймфрейммен қарасаңыздар да, күндікте де мына жердегі күндік имбаланстан келіп баға реакция алғандықтан осы жерден де қайтуы мүмкін деген лонгқа тоже подтверждениесі болды. Плюс жаңағы 4 сағаттықтағы мына жердегі өте маңызды орбин қарасаңыздар, именно осы аумақтан келеді, реакция алады. Осы аумақтан келеді, реакция алады, бұзып шығады, ретест келеді, реакция алады. Мына жерден реакциялар бар, именно осыны бұзып шығады, ретест келеді. Неге мыналар сияқты реакция алмасқа деген подтверждениелермен бұл сделкаға осылай кірілді. Келесі бір подтверждениесі, мына жерде импульсті қозғалысымыз бар, қарасақ. Так, мына жақтан бастасақ, импульс коррекция, импульс болды, үлкен таймфрейм 4 сағаттық қарасаңыздар да. Демек, соңғы импульс не істеді? Мына жерде бұзып берді. Мынау өзі импульстік қозғалыс, демек, Фибоначчисіз осы импульстың да 0,5 зонасына келіп, Фибоначчидің 0,5 зонасына келіп, осындай бір емес бірнеше подтверждениелерді бергеннен кейін не істедік? Бұл сделкаға кірдік. Әрине, келесі бір ескеретін нәрсе бар. Алтында енді мына жерде имбаланс, мына жерде имбаланс тұр. Үстінде өз басым алтынға имбаланс деген нәрсені аса қатты ескеріп жұмыс жасайды деген нәрсеге көп мән беріп негізі қарамаймын. Өйткені қарасаңыздар, мына жердегі имбаланс жұмыс жасады ма, жасамады, астыға бұзып кете салды. Мына имбаланс жұмыс жасады ма, жасамады, үстіге бұзып кете салды. Мына имбаланс жұмыс жасады ма, жасамады, астыға бұзып кете салды. Яғни алтында енді имбалансқа ғана қарап мынандай болады деген нәрсе өзімнің стратегиямда аса қатты дұрыс не емес, жаңағы енді қарамаймын деген сөз. Так, бүгін біздің сделкамыз қазір мына жерде емес, енді жаңа неге қараған кезде примерно осы аралықта жүр. Мына аралыққа дейін келген, енді ары қарай жетуінен сәл қалып тұрып көреміз. Бұйырса сосын жаңағы сделкам без убытықта, без убытық қойылған, кеше
стоп лоссым мында безубиттікті ашқан нүктенің үстінде тұр. Ары қарай енді жаңалықтың әсері болып бір гәппен мына жақтардан ашылып кетпесе, мен үшін ешқандай риск жоқ. Уже кетсе де безубиттікпен жаңағы нөлмен кететін осындай сделка болып қалуы уже ешқандай қаупі жоқ деген сөз мен үшін. Так, келесі айтатын нәрсе енді осы аптаға басқа ерекше бір жаңағындай дүйсенбі күні енді бізде екі бір қалай жағдай деп айтсақ, енді бір қызықты жағдайлар болды. Дүйсенбі күні тоже осы алтыннан және гердан екі лимит қойғам. Екеуі де прям жақсы жерлер болған, но менің лимитіме чуть-чуть қалатта алмай кетіп қалды. Осындай кезде ситуациялар болды, соны да көрсетіп кетейік. Так, дүйсенбі күнгі сделка. Мына күнгі сделка болған. Так, примерно мен қателеспесем дүйсенбі күні. Так, осы жерден менде сағат 12 кездер түскі уақыттар болған. 5 минуттық. Так, қысқаша көрсетіп кетейін енді. Мынау аралық екен, вот мына жерде. Менде именно мына аралықтардан примерно сағат қай кез еді? Сағат 8:12 бір кезі. Мынау аралықтар болған. Мен мына жерден Фибоначчиімді сызып, қателеспесем, есімде нақты қалмапты, но мына аралықтардан менде мына астыңғы мына жердегі мына имбалансқа деп нені қойған болатынмын. Мына жердегі имбалансқа дейін бір келіп кететін шығар деп. Енді мынағандай осылайынан осы жерге нені қойып, былайынан мына имбалансқа бір тиіп берсе деп жаңағы сделканы ашқа болатынбыз, но лимит тұрған, бірақ лимитімізға чуть-чуть қалатта кетіп қала салады осылай. Яғни лимитімізді алғанда уже мына жаққа тек профитқа өте жақсы вариантпен барып беретін мүмкіндігі болған еді, но біздің немізді алмай кетті. Сосын гердағымыз жаңа мен қойған лимитқа тиеді, бірақ та өкінішке орай спред деген нәрсемен тоже жаңағында екеуі бірдей моментте алмай кетеді. Тоже не күні болған сделка? Дүйсенбі күні, қателеспесем. Мына күні болған сделка, даже мынаны мен жаңа Дискордтағы эфирда, өзіміздің Ризық Академиясындағы Дискордтың эфирінде айтып, сағат Лондон кезінде болған. Вот мына кездерде мына аралыққа мен Фибоначчи сызып, примерно мына осы маңайға қарай келсе деп, жаңағы келіп кету шансы әбден жоғары деп не істегем. Былайынан қойған болатынмын. Жаңа менің неме тиген, негіз мына неде қарасам, TradingView'да қарасам, бұл тиіп тұрды. Яғни ешқандай несі жоқ, тиіп тұрған, бірақ ары қарай жаңағы недеге қараған кезде, метатрейдерге қараған кезде спредпен алмай кеткен, ровно тиіп кеткендіктен спредпен алмай осылай тек профитпен орындап берген сделка болды. Бірақ та біз өкінішке орай жаңағындай себеппен бұл сделкаға кіре алмадық. Бұған кіргенде бұл 1-3-ге жақын, 1-2.94, почти 1-3 сделка болған. Ал жаңағы алтындағымыз даже 1-5 мүмкіндік болған. Бұларды уже сделкаға кірген кезде почти бірінші этабымыз өтілуге жақын қалар еді. Енді бұндай нелер болып тұрады. Енді өзің жаңағы осы күнге дейін қаншама уақыт бұндайдардың талайы өткен, бұндай сделкалардың алмай кететін адамда ең жаңағы қиындық тудыратын, стратегияңызды бұзатын, бұдан кейін қате шешімдер шығаруға сізді бейімдеп тұратын кезеңдердің бірі осы нәрселер. Негізі жаңағы бір сделкаға жіберіп алғаннан кейін адамда FOMO деген нәрсе пайда болады. Жаңағы бір мүмкіндікті жіберіп алғаннан кейін келесісіне асығып, келесісінде жіберіп алатындай сезім туып, жаңағы асығыс қате шешім шығару деген нәрсе пайда болады. Сол нәрсені басқару өте маңызды. Мына кезде де менде де енді қате шешім шығаруға бірақ өте жаңа сондай көңіл күй болды, бірақ та бұрындары да бұл этаптан өтіп жаңағы осындай қиындықтар болғаннан кейін әрине бұл қателікті жасап қоймауға барынша тырысып, осылай басты депозитімізді аман алып қалдық. Одан кейін де бізге мысалға жаңағындай мына алтынымыз баратын болса, постоянно айтып келем, нарықтың бізге беретін мүмкіндігі ешқашан шектеліп қалмайды. Жаңағы жіберіп алған 1-2 сделкамен таусылып қалмайды. Депозитіміз бар болса, алдағы уақытта талай мүмкіндік береді. Сол кезде депозитімізді сақтап, сделкаға кіретін, бастысы шотымызды аман алып қалуымыз керек деген нәрсені бұл сабақтан да ескерсек болады екен. Қысқаша енді осы аптаға болған нелер осы болды. Тағы да қайталап айтып өтем, осы аптаға неге қызықты сделкалар болмады? Өйткені жаңағы өткен видеода да айтып кеткем, Трамп пен жаңағы Иранның арасындағы неге байланысты менің өзімде технический анализ мен фундаменталды анализм екеуі сәл бір-біріне қарама-қайшы подтверждениелер көрсетіп қалғандықтан аса қатты бір сенімді кіре алатын жерлер болмады. Дүйсенбі күнгі 2 сделка болды, оның екеуі де жаңағындай
енді сәл бағымыз деп айтуға болатын шығар, жетіспеушілігінен солай алмай кетіп қалды. Ал одан кейінгі мұнайда да тоже көрдіңіздер, стоп лоссымызға тиді да, ары қарай тек профитқа барды. Одан кейінгі алтынның сделкасы, енді ол алтынның сделкасына мен жаңа мына жерде қарасаңыздар, мысалға психологиясын жазған кезде эмоция болмады, фундаменталды жағынан жақсы сенімді болдым, қателік көрмедім. Яғни мына жерде жаңа Трамптың нақты белгілі ары қарай атака жасаймыз деген бір несі айтылғандықтан, фундаментал кімді жаңағындай алтынның ары қарай өсуіне сәйкес келгендіктен, ары қарай енді алтынның фундаменталкасын технический анализін онсыз білесіздер, қаншама үлкен таймфреймдарының әлі структурасы барлығы жоғарыда, ликвидтары жоғарыда, астыңғы ликвидті тазалап бергендіктен үстіге қарай ашуға ешқандай қиындық, жаңағындай бір күмән күдік тудыратын ештеңе болмағандықтан осылай сенімді түрде позициямызды аштық. Көреміз енді ары қарай текқа жете ма немесе стоп-лосспен. Енді стоп-лосс дегенде жаңағы айтқандай қандай бір бүгінгі шығатын жаңалықтың әсері болып, дүйсенбі күні гәппен бір жағына қарай қатты секіріп ашылып кетпесе, стоп кетсе де минуспен жабылады, без убытокпен жабылады. Ал тек профитқа жетсе, әрине біздің 2,5-2,6% жабылатын болады бұйырса. Осы аптаға қысқаша қосымша басқа айта кететін заттар жоқ. Осы аптаға қысқаша челленджіміздің аптасы осындай әрекеттермен, осындай шешімдермен өтті. Бұйырса келесі аптада ары қарай плюсқа шығарып этаптарды өтуге тырысып челленджімізді жалғастыратын боламыз. Осы сияқты ақпараттар қызықты болған болса, арнамызға тіркелуді, видеоға лайк басуды, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ары қарай бұл челленджіміздің жалғасы әр апта сайын осылай аптаның қорытынды видеоларымен жасалып тұратын болады. Сосын лайфтрейдке байланысты да қысқаша айта кететін нәрсе, лайфтрейдіміз осы апта өтілмеді, өйткені жаңағындай өтілетіндей қозғалыс, түсінікті бір лайфтрейдта лайфта отырып сделка жасай қоятындай нарық түсінікті қозғалыс бермегендіктен лайфтрейдімізді да осы аптаға өкінішке орай жасай алмадық. Алдағы аптада жаңағы Трамп пен Иранның арасындағы келіспеушілік жаңағы бір жағына шешіліп, нарығымыз орнына келетін белгілі бір бағытын анықтап беретін болса, бұйырса лайфтрейдті да жасайтын боламыз алдағы уақытта. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Келесі челленджіміздің келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.